Жылдам, жылдам. Біздің файлдарды іздеп жатыр. Серверді желіден ажыра. Керек, есік жабы. Қане құлай тұр. Бері қарай, құлай жүгіріңдер. Абайла, былай кел. Мұнда, мына жерге тығыл. Құдайым-ау. Бұл не сұмдық? Әпсі мұнда кел. Қане. Жақсы, Витвики мырза, сөз кезегі өзіңізде. Кешіріңіздер, мұнда бір шамазатым бар. Қара. Сонымен, менің отбасым үшін. Бұл қайсың, бұны істеген кім? Қане дұрыстап тыңдаңдар. Жарайды. Отбасымның генеалогиялық тегі жайлы баяндамамды алдымен бабамнан бастағанды жөн көрдім. Ол кісі атақты адам болған, капитан Арчибальд Витвики. Өте танымал зерттеуші. Шын мәнінде ол алғашқылардың бірі болып, солтүстік полярлық шеңберді зерттеген. Бұл өте маңызды. 1897 жылы менің атам 41 батыл теңізшіні Арктика мұздығына бастап барған. Шапшаң қимылдаңдар, жігіттер! Тездетіңдер! Мұзды ойыңдар! Тартыңдар! Мұз ерігеннен тезірек қатат! Тездетіңдер! Құрбандықсыз жеңіс болмайды. Біз қалайда поляр шеңберіне жетеміз, достар. Таңғаларлық оқиға, солай емес пе? Міне 19 ғасырдағы теңізшілердің қолданған заттары. Мынау квадрант, құны $80. Айтқандай ол сатылады. Мынау секстант, $50. Соншалықты қымбат емес. Ал мынау тамаша зат, атамның көзілдірігі. Әзірге бағасын белгілеген жоқпын. Бабаңыздан еш естелік қалдырмайтын түріңіз бар о. Витвики мырза, саудаласатындай базарда тұрған жоқпыз ғой. Біз мектеп қабырғасында 11-ші сыныпта отырмыз. Я білем, кешіріңіз. Бұлардан түскен қаражат көлік алуыма септігін тигізетін еді. Таныстарыңызға айтыңыздар. Бұл заттардың бәрін eBay сайтына сатуға қойдым. Сэм. Чектерді қабылдаймын. Кешіріңіз, өкінішке орай бабам данышпан болғанымен есінен айырылып, көзі көрмей қалған. Өмірінің соңын жындыханада өткізген. Түсініксіз таңбалардың суретін сала берген екен. Алып мұз адамын тапқан сандырақтап айта берген. Жақсы, ертең бақылау болуы мүмкін, бәлкім болмас. Түні бойы дөңбекшіп шығатын боласыңдар. Көзілдірікті елуге ал. Кешіріңіз. Сэм? Жарайды. Ал. Қалай, сізге ұнады ма? Менің қоятын бағам 4 минус. 4 минус? Сабақ үстінде бабаның ескі заттарын сатумен айналысқан өзіңнен көр. Бір сәтке терезеден сыртқа қарайсыз ба? Әне, жасыл көлікті әкем отыр. Не? Сізге арманым жайлы айтқым келеді. Бала кездегі бергі арманым. Сол балаға берген әкенің уәдесі. Менің көзіме тура қаратты. Ұлым, мен саған көлік сатып берем. Бірақ алдымен маған $2000 және 3 бестік баға алып кел деді. Түсінесіз бе? $2000 және 2 бестік бар. Арманыма жетуге сәл қалды. Ал сіздің қойған бағыңыз 4 минус. Бітті. Мырза, өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Иса пайғамбар болса не істер еді? Я! Сонымен? 5 минус. Тоқта, өзім көрейін. Я, дәл солай. Жарадым ба? Жарайсың. Саған кішігірім тосын сыйым бар, ұлым. Қандай? Кішкене тосын сый. Кішкене. Жоқ. Әке, әзіліңіз бе? Әрине, әзілім. Порше әперет деп қалдың ба? Сіздің осы да күлкілі ме? Иә, әрине күлкілі. Мұныңыз не? Шынымен Порше сатып әперет деп ойладың ба? Алғашқы көлігің ретінде. Бұл туралы сізбен мүлдем сөйлескім келмейді. Әй, ұлым, бұл жай қалжың ғой. Мәне! Не? Анау немере бауырың сайқымазақтың костюмын шешсін. Өзі тым нәзік. Ең жақсы көліктер. Келіңіздер.
Осы жерден бе? Сіз көліктің жарты ақшасын төлеймін деп айтқансыз. Қаусаған қаңылтыр емес, әке. Сенің жасында мен тіпті қозғалысшы бар арбаға риза болар едім. Жақсы, сізге бірдеңе айтайын. Сіз 40-қа келген қызды көріп пе едіңіз? Иә, көрдім. Жақсы, мынау сол. Ал мынау 50-дегі қыз. Жарайды. Сіз сонда мені осымен жүрсін дейсіз бе? Құрбандықсыз жеңіс болмайды. Иә, болмайды, иә, білем есінде. Иә, дұрыс айтасың. Бедбеке әулетінің ежелгі ұраны. Мырзалар, есімім Бобби Боливия. Ел атымен аттас. Қандай көмек керек? Бүгін ұлым өзіне алғашқы көлігін алмақшы. Маға сол үшін келдіңіздер ме? Келуге тура келді. Олай болса сіздерді туысымдай қарсы алам. Мені Бобби Би ағай деп атап алақай. Сэм, Бобби Би ағай. Сэм, қане жүр сөйлесек. Саған бірден айтайын, балам. Жүргізуші көлік таңдамайды. Көлік жүргізушіні таңдайды. Олардың арасында беймәлім бір тылсым байланыс орнайды. Балам, айтқаныма сенбейтін шығарсың, бірақ шындықты айтып тұрмын. Әсіресе анамның көзінше өтірік айтпаймын. Бұл менің анам. Әне отыр. Оу, қолымда тас болса лақтырып басыңды жарар едім оңбаған. Өзі тас керең. Бұлай қарай барайық. Көліктің неше түрін осы жерден табуға болады. мынау жаман емес. Жарыс жолақтары бар екен. Иә, жарыс көлігі. Бұл не өз? Құрып кетсін. Мұна көлікті бірінші рет көріп тұрмын. Мәне? Не? Мұнау не? Бұл көлік қайдан келген? Білмеймін басеке, бірінші рет көріп тұрмын. Қайдан білейін? Қолыңды сермеп маған сөз қайтарғанды ғой, мәне. Жақсы. Тексер дедім ғой. Мені құр сөкпеңіз. Қанша тұрады? Енді көліктің жартылай классикалық сипатын ескерсек, дөңгелектері де тамаша әр түсінің ерекшелігіне келсек, Иә, бояуы оңып кеткен. тапсырыспен жасалған. Бояуды тапсырыспен жасай ма? Бұл сенің алғашқы көлігің. Бағасы 5000. Жоқ, 4000-нан артық бере алмайым, кешірерсіз. Балақай, қане түс. Жоқ, көлік иесін өз таңдайды деп айттыңыз ғой. Кейде олар әкесі сарық жүргізушін таңдайды. Түс көліктен. Міне мына сұлуды 4000 алыңыз. Әне, жарыс жолақтары бар Фиеста. Жоқ, жарыс жолақтары бар Фиеста керек емес. Мұнда классикалық қозғалтқыш орнатылған. 1-2 күн бұрын көлік сатқан. Ал керек болса. Жоқ, алаңдайтын ештеңе жоқ. Бәрі дұрыс па? Қазір балған аламызда бәрін қалпына келтіреміз. Эй, мәне! Ана сайқымазақ бауырыңды шақыр, балғаны дала келіңдер. Әкеліңдер. Анау менің ең жақсы көретін көлігім. Сонау Алабамадан келген.